ата-аналар және оқушылар біздің Қазақстан мемлекетінде дүниежүзілік балдар қорғау күні 10 күндік өтіп жатыр. Соған байланысты өткенде біз сіздерге кішігірім концерттік нөмірімізді және азғантай ғана сыйлығымызды табыс еткенбіз. Enesis компаниясының басшысы Абдраш Ибрагим Шияпұлының сіздерге азғантай ғана тәттілері бар. Соны табыс етуге рұқсат етіңіздер. Мойныңа алып аршығын адам бол. Аттама адалдықтың ақ жолынан балапаным, деп анаң кірпік қақпай атқызатын алатаңын. Періште сәби құлыным, мен үшін бүгін ұлы күн. Қабылдап ана жылуын, аман бол. Тағдырдың көрме тарлығын, алдыңда нелер бар күнім. Қайырлы күн, осы мектеп ұжымы бүгінгі күні мүмкіндігі шектеулі балаларды осындай балалар қорғау күні деп сыйлық ұйымдастырған Enesis компаниясына алғысымыз шексіз. Осы айтып, жұмыста өрлей берсін, дами берсін, жетістіктерге жете берсін. Осындай балалардың қуанышына бөлісіп, осылай тек жылдан жылға аман есен балаларымыз аман болсын, отбасымыз аман болсын. Осындай тек балаларымыздың өмірі осындай тәтті болсын дегім келеді. Рахмет сіздерге. Ұлы күн қабылдап ана жылуын, аман бол. Тағдырдың көрме тарлығын, алдыңда нелер бар күнім. Мойныңа алып ар жүгін, адам бол.